Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен керемет пышный болып шығатын бисквит дайындайтын боламыз. Бисквитіміз бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Ортасы түспейді, ешқандай өзгеріссіз әдемі болып шығады. Ол үшін біз ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, үстіне шекерімізді аз-аздан құйып, салып отырып миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастайтын боламыз. Осылайша массамыз 2 есе ұлғайғанша көпіршітеміз. Аппақ болып көпіршігеннен кейін миксерімізді тоқтатып, үстіне ұнның үстіне разрыхителімізді салып, лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырып, ұнымызды 2-ге 3-ке бөліп қосатын боламыз. Жаймен араластыру керек, өйткені көтерілген массамыз түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін ұнның түйіршіктері жазылғанша лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай әдемілеп біркелкі қылып араластырамыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай ұнымызды салып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып болған соң жақсылап араластырып, майды қамырға сіңдіреміз. Онан соң жылы сүтіміз, не болмаса жылы суымызды қосып, осылай араластырамыз. Менде осындай кольцо формасы, астын фольгамен жауып 22 диаметрде пісіретін боламын. 160 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Осылай тегістеп саламыз пешімізге. Міне бисквитіміз дайын, ортасы түспейді, өте керемет болып шығады. Енді кольцомыздан ажыратып, суытып қойып қоямыз. Керемет болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар және менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.